Баршаңызға қайырлы күн, құрметті 6-шы сынып оқушылары. Бүгінгі сабақта 98-ші беттегі тапсырмаларға жауап жазатын боламыз. Міндетті түрде арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. So let's start from exercise. Speaking тапсырмасы. Бүгінгі сабақта speakingпен жұмыс жасайтын боламыз. Asking for travel information. Бірінші тапсырманы қарайық. Exercise 1. Look at the photo. Where are the people? What information does Tina want? Суретке қараңыз және суреттегі адамдар қай жерде тұр деп ойлайсыз. Және суреттегі Тина атты. Тина не қалайды? Яғни өзі what information does Tina want? Қандай информация алғысы келеді? Сол туралы өз ойыңызды жазуыңыз қажет. Міне оқушылар, 98-ші беттегі бірінші тапсырманың дұрыс жауабы. I think the people are in the railway station or restaurant at the railway station. Tina wants to know the information regarding a train. Яғни менің ойымша, суреттегі адамдар поезд тұрағында, қалай айтылады? Поезд, вокзал, вокзалда тұр деп ойлаймын. Және Тина вокзал бойынша поездар туралы ақпарат білгісі келіп тұр деген ойдамын деп бір суретке қарап өзімнің болжамымды жасадым. Егер сіздер басқаша ойласаңыздар, басқаша жазуларыңызға болады. Келесі тапсырма, екінші тапсырма. Listen and complete the dialogue. How far is London? Which is more expensive, the train or the coach? Өкінішке орай оқушылар екінші тапсырма listening болғандықтан мен listening тапсырмаларын орындай алмаймын. Келесі тапсырма, үшінші тапсырманы қарайық. Cover the dialogue and complete these key phrases. Practice the dialogue. Яғни төмендегі key фразалық сөздерді толықтырып жазуларыңыз қажет. Үшінші тапсырманың дұрыс жауаптары. I am going to visit London. How far is it from here? London's about 50 minutes from here. How much is a single return ticket? Бұл бізде үшінші тапсырманың дұрыс жауаптары. Келесі тапсырма оқушылар, төртінші тапсырма language point. Prepositions by and on. By және onды қолданып, сіздер сөздерді жіктеп жазуларыңыз қажет. Және оның аудармаларына аударыңыз деген translate the phrases. Ал ендеше төртінші тапсырманы жасайық. Менің ойымша төртінші тапсырма өте қызық, себебі аудармасымен жасау керек. Әр сөздерді жіктеп шықтық. By bus, автобуспен. By coach, үлкен автобуспен. Яғни coach деген, мысалы, әр қалаға, Алматыдан Шымкентке қарай жүретін үлкен автобустар болады. Сол автобустарды ағылшын тілінде coach деп айтады. By car, машинамен. By train, поездбен. By plane, самолетпен. On the bus, автобуста. On the coach, үлкен автобуста. On the train, поезда. On the plane, самолетта. On foot, жаяу. Оқушылар, by мен онның айырмашылығын байқаған шығарсыздар. Егер by болса, автобуспен, машинамен, поездбен деп айтылады. Ал егер on the bus, on the coach болса, автобуста, поезда, самолетта. Яғни бұл жерде жалғаулар әртүрлі болады. Соған назар аударыңыздар. Бұл бізде төртінші тапсырманың дұрыс жауаптары. Келесі тапсырма бізде бесінші тапсырма. Study the examples with by and on. In exercise 4, ask and answer questions about how far places from 1 to 8 are from here. Яғни сіздер by және on деп төменде төртінші тапсырмада жасаған сөздерді қолданып, бесінші тапсырманы жасайсыздар. Мысалға қарайық. How far is your house from here? It's about 10 minutes on foot. Яғни сіздер сол сөздерді қолданып, осылай 1-нен 8-ге дейін беріп тұрған сөздерді қолданып, сөйлем құрастырасыздар, сұраулы сөйлем, және оған жауап жазасыздар. Ал ендеше бесінші тапсырманың дұрыс жауаптарын қарастырайық. How far is Tashkent from here? It's about 30 hours by car. How far is the library from here? It's about 50 minutes on foot. How far is the center from here? It's about 30 minutes by car. How far is the next town from here? It's about 7 hours by car. How far is the coast from here? It's about 1 hour by bus. How far is China from here? It's about 5 hours by plane. How far is the bus station from here? It's about 6 minutes on foot. Осымен бізде бесінші тапсырманың дұрыс жауаптары аяқталады. Мұқият қарап алыңыздар оқушылар, ұзақ жазылады, сол себепті шатасып қалмаңыздар.
Келесі тапсырма, 6-шы тапсырма, соңғы тапсырма, work in pairs. Prepare a new dialogue using the dialogue in exercise 1 as a model. Change the words in blue using information about your area. Practice the new dialogue. Яғни, жоғарыда беріліп тұрған диалогқа қарап, осы сияқты диалог құрастырыңыз дейді. Жай ғана көкпен берілген сөздерді ауыстырыңыз. Мысалы, Лондонның орнына New York деп жазыңыз. Сол көкпен жазылған сөздерді ауыстырып, диалог құраңыз делінген. Оқушылар 6-шы тапсырма шығармашылық тапсырма болғандықтан, әр оқушы өзі жасауы қажет. Сіздерге түсіндіріп берейін, яғни көкпен берілген сөздерді ауыстырып, жай ғана ауыстырып жазасыздар. Ал енді бос ұяшықтарға мына 3-ші тапсырмада орындаған фразалық сөздерді толықтырып жазсаңыздар болады. Сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Бүгінгі сабақта 1, 2, 3, 4, 5 тапсырманың барлығының дұрыс жауаптарын көрсеттім. Сіздерге түсінікті болса, міндетті түрде арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Сенімен бірге болған Инглтуб арнасы.